Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın atымен бастаймыз. Ең бастысы, маған ұл болса да, қыз болса да, иманды, білімді, саналы, өнерлі, жан-жақты болып өскенін шын жүрегімнен тілеймін. Алланың сүйген құлы болсын деп тілеймін. Ең бастысы дені сау болсын деп тілеймін. Алла жар болсын, сіздерге де жақсы болсын. Бақтарың салиқа болсын. Ал бісміллә. Онда ойлайсың ба? Nasıl da böylesin lan? Kız. Ben bileyim. Нет, Ева, Шарапа. девочка, это такой мальчик. Söylemedim. Ана мынау салық туралы айтып жатыр елдің бәрі шулап. Онлайн трансферден салықты төлемеген. Құдай сақтасын, енді біз мынау құдай бетін арқысын кейбір адамдар жымқырып, жасырып, жасап атқан дүниелерін әшкерелеп атқан кезде жұрттың бәрін назарын аударып бір жасап атқан дүниеде барлығы көз алдымызда таптаза, тап-тұйнақтай болып өтетініне, мөп-мөлдір өтетініне біз кепілдік береміз. Өйткені ол арнайы заңмен заңдастырылған, ТО дейміз, ИП дейміз, осының барлығымен Айгүл Ақсанбиева өзінің командасымен айналысып жатыр. Қазір мына заманда бірдеңені жасыру мүмкін емес қой, неге шын қойта келеді. Оны сіздер жаһанға жар салып жатырмыз. Шынын айтқанда бірінші бұл идеяны импресария жаңағы Жан Мұқанов пен Анель Құдайқұлова маған ұсыныс жасағанда мен бас тартқан болатынмын. ютубқа жүктейік тікелей ыңғайсыз болатын шығар деп. Содан мені Мейрамбек досым көндірді. Беспай, Сәкен, ойлашы дейді. Ана құдалық басталғаннан бастап қаншама көрермен менің инстаграм парақшамды бір аптаның ішінде 70 миллион адам қараған. Енді ойлаңыздар. Әшейін YouTube арнасында басқа дүниелерді қазаққа қызық дүние. Кейбір адамдар ғайбаттап, күй жаққысы келіп, іш тарлығын көрсетіп жатыр. Мен сіздерге де той тілеймін. Ағам айтып жатыр, қанша жастан басталады мынандай деп. Мен айтамын, бірақ ерте бастап кеткен. Таңертең тұрып шай қоямын мен. Оған жеткен жоқпын мен әлі. Келеді. Ау мен деп қой. Дұрыс айтып Рахат. Таңғы газды сен жақтысың ғой үйде. Оқты. Ешкім оянбай тұр. Ошақ